Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, кешегіден қалайсыздар? Бүгін эфирде керемет сіздерге мұна айта берсек, TikTok біз не ұқстай ма? Айта беріңіз. Қазір әйтеуір неме келе ма, келмей ма көреміз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, қалдарыңыз қалай? Бүгін дауыс шығып тұр ма? Шықса иә деп жаза салыңыздар. Бүгін сіздер кешегі бой биіктік салмақ жіберіп суды өлшеп алған тораптастар, торластар бүгін жібермейсіздер басқалар. Өйткені сіздер больницаға барсаңыздар, врач сіздердің қай жерлеріңізде ауру бар, соны айтады. Содан кейін сіздер автоматты түрде ми сіздерге сигнал береді. Рахмет шығып тұр, иә дейді. Ал толық тыңдаңыздар, әрқандай адам өз ауруын білмей емдей алмайды, достар. Сол үшін сіздер өздеріңіздің салмақтарыңыз асып кетті ма, или салмақтарыңыз кем ба, осыны біліп алсаңыздар, бұдан кейінгі біздегі сабақханада меню бойынша тамақ ішкенде өздеріңіз жеңілдей бересіздер. Ал енді менің алдымдағы тұрған мына не дейді, балдыркөк, балдыркөк, селдірей дейді, балдыркөк дейді. Бұның керемет. Ал енді мен доктор емеспін, сіздерге дәрі, ары қарай укол, мен сіздерге оны түсіндірмеймін. Мен мамандығым дұрыс тамақтану. Ал енді осы селдірей. Бұл селдірейдің пайдалық ролы не деген кезде көп адам біле бермейді. Бәлкім селдірейден біз лағман жедік, болмаса рес, камфан жедік деулеріңіз мүмкін да, бірақ ол сізге көмектеспейді. Қазір мұна меню жазылудан бұрын тамақ кестесі сіздер қан тазалайсыздар. Әрбір тамырларыңызда ағып жатқан қан тазару керек. Мысал ретінде далада арықта ағып жатқан су қайтеді, әрбір мысалы шляк, мұсыр, солар тұрып қалса қайтеді, су ақпайды. Сол себепті бүгін осы балдыркөк және сәбіз және күміс сақинаның, мынандай күміс сақина болмайды, достар. Ешқандай көзі жоқ, осындай сидам, табиғи күміс сақина, осы үшеуімен біз қан тазалауға болады екен. Сіздер напиток дейді ғой, сусын жасап аласыздар. Өте керемет. Бізде Қытайда қаншама, менде осылай чаттарда айтылған, өте көп, олар бұлай жақсы нәтиже көрген, көмектескен. Енді сіздерде бұны қалай істейсіздер? Қай кезде қанша стакан ішесіздер? Сосын енді қазір мен осыны айтып өтем, толық тыңдап жазып алыңыздар. Және эфирге лайық басып тіркелей кетіңіздер. Бұдан кейін керемет осындай астаға мен емделу, таңертеңде мен лекция оқыдым, группада естідіңіздер. Біз өмірдегі бар байлық, бар бақыт, достар, деніміздің саулығында. Сіз бай болыңыз, мені әлемді қызықтырмайды қазір. Байлар да ауырады. Байлар ауырмай ма? Байлар да ауырады, кедейлер да ауырады. Бірақ біз сол аурудың себебі не, келу қайнары не, біз қалай ауру болдық, біз осыны білуіміз керек. Және сіздер ойлайсыздар, мен толып кетсем, елдің тамағын ішіп жатқан жоқпын, өзімнің тамағын ішем, толсам не болыпты, мен жасым келді, болды, толық болып жүре берейін, семіз болып жүре берейін дейсіздер, бірақ ода қателестіңіздер. Барлық ауру біздің бой биіктігімізбен салмағымыздан асып кеткендіктен, ол рак деген ауру содан келеді. Достар, кәнекей лайық басып тіркелей кетіңіздер. Енді осыны толық тыңдаңыздар. Бұл 3 түрлі зат. Ал енді бұл күміс шынайы нағыз таза күміс болса тез көмектеседі сіздерге. Енді бұның күмістің әдетте ата-бабамыз арқамызды ысып жатады. Біз ауырып қалсақ, ілме дейді, ілме ұстап қалды деп ысады. Және де қыз жігіт үйленген кезде, неке оқыған кезде осыны суына салады. Күміс таза деп. Түсіндіңіздер ме? Ол қан тамыр тазалаудағы бұның сіздер лай тағып аласыздар, пайдалы күміс денеде уытталады, денедегі суықталады дейді, әрине, бірақ біздің ішкенге мүлдем ұқсамайды ол. Ал енді бұдан қалай сусын жасап ішесіздер, достар? Сіздер алдымен бірінші күмісті дұрыс талдайсыздар. Күміс жалған болмау керек, және көзі болмау керек. Мына сияқты көз болмау керек күмісте. Осындай сидам күміс сақина.
күміс білезік емес, күміс сақина. Сіздердің сұрақтарыңызға мен жауап бермеймін, сәл тұрып қыздар өздері сіздерге жауап береді, мен лекциямды оқи берейін. Сосын сәл тұрып сіздер бой биіктік салмақтарыңызды жазасыздар. Сіздер қанша килограмм салмақ артықсыздар, осыны біліңіздер. Сіздер больницаға барсаңыздар, сіздің қай жеріңізде кінәрат бар, УЗИ-ға түсіреді, болмаса қан алады, содан кейін сіздің ауруыңызды айтады. Сонда біз автоматты түрде миымыз қабылдайды да, біз мына ауру болдық дейміз, дұрыс па? Ал енді сіздер бой биіктік салмаққа сіздер қанша килограмм салмақ артықсыздар, соны автоматты түрде миларыңызға кіргізулеріңіз керек. Сөзсіз міндетті түрде сол салмақты жеңем деген адамда бір сенім болу керек. Сенім болмаса бекер, достар. Ауру болып жатқан, дүние жүзінде төсек тартып жатқан, аузына су тамызып жатқан адамдар жетеді қазір. Барлығы неден? Астағаннан. Ас адамның арқауы ауру, астан дейді. Осындай бір керемет эфирге келіп, біздің сабақханамыздан көп деген сабақтар беріледі. Сол жерге кіріңіздер, тіркеліңіздер. Бүгін мен мұнан түсіндіріп болған соң сіздерге номер тастайсыздар, және бой биіктік салмақ тастайсыздар. Сіздердің бой биікке салмақ мен өлшеп шығарып, шығындысын айтам сіздерге. Или 10 килограмм, болмаса 30 килограмм, болмаса 5 килограмм салмақ, ол сіздердегі сигнал берген. Сіз жүре бермеңіз, өкініп қаласыз, ертеме кешпе. Өкініш деген аяқ астынан. Қабат деген ай деген өкініш қайдан шығып жатыр, достар? Біз денсаулықты күтпегеннен шығып жатыр. Семіздіктен екі тізесін баса алмай қалған адам қаншама, қанғысы мөрлеп кеткен қаншама, қант диабет қайдан келеді? Біздегі бауыр майласу қайдан келеді? Іш қату, запор дейді, бұл қайдан келеді? Сіздің бүткіл ішкі организміңіздің бәрі жұмыс жасамағандықтан болатын жайттер бұлар. Бұл көп адам түсіне бермейді. Ал енді сәбізді жуып тазалайсыздар. Бұл балдыр көктен, жалпы айтқан кезде балдыр көктен осы 2-3 күн қоссаңыздар болады. Балдыр көктің жіңішке кішкентай болмайды, ол көмектесе алмайды. Осындай дәу және қаттысы болу керек. Ал енді бұны жуып тазалайсыздар. Әр қандай химикат бар, әр қандай көкөністе химикат бар, достар. Сіздер жақсырақ тыңдаңыздар. Ал осындай көкөністердегі жеміс жидектерді, химикатты біз қалай кетіреміз? Он, тұз, сода. 3 түрлі затпен жуған кезде ол химикатты кетіруге болады. Біз бір шайқай саламыз суда, болды жуылды дейміз. Қандай көкөніс болсын, химикат болады бұл заманда. Мен таза, мен өзім өсіріп жатырмын, өзім жасадым деген бұл дұрыс емес. Сол үшін бұны 10 тұз содамен әбден жуасыздар. Жуып болған ең бұдан 2-3 түп. Сосын мына сәбіздің осылай жеріндегі азғантайын істесеңіздер болды сәбіздің. Осы екеуі суда жазып алыңыздар, 15 минут қайнайды. Қыздар жазып алыңдар, сендерде группада айтасыңдар. 15 минут қайнап болғаннан кейін біз суыту барысында күміс сақинаны салып қоямыз ішіне. Таза күміс болу керек. Ол салып қойғаннан кейін 10 минуттан кейін күміс сақинаны алып тастаймыз. Біз таңғы астан кейін суын, кешкі астан кейін суын ішеміз. Өйткені денемізде біздің уыт болады. Осы уытқа күміс сақина көмектеседі. Және қан тамыр тазалауға осы балдыр көкпен сәбіз. Бірақ бұл 3 сағат болмаса сізге көмектесе алмайды. Сақинаның көзі бар емес, сидан осындай көзі жоғы таза күміс істетесіздер. Жалған күміс болса ол көмектеспейді. Кәнекей достар, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Өте керемет. Әрбір адамда қан тазалау керек. Адамның дейді, қаны тазармай, жан тазармайды дейді. Аударып айтқан кезде жаныңыз тазармай, қаныңыз тазармайды. Сол үшін біздегі қан тазалығы мен жан тазалығы деген не? Сіздің қаныңыз таза болды ма, сіз ауырмайсыз, күнделікті көңілді жүресіз. Қан тазару деген не? Көп деген адамдардың қаны тосылып қалған қазір. Қоюласып кеткен, жалпы айтқан кезде. Кәнекей достар, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Енді және де керемет рецепттер айтылады біздің группада. Енді мына жерге бой биіктік салмақ тастайсыздар, мен сіздерге өлшеп бірден шығарып берем. Сосын қанша килограмм салмақ артықсыздар, мына түп санаға миға сигналмен сіз қабылдауыңыз керек. Қабылдағанда міндетті түрде 10 килограмм болса, мен 10 килограммды тастауым керек деген сіз
мына түп санаға жазасыз. Өшіргішпен өшсе өшірілмейтіндей етіп жазасыз. Мен 10 килограмм салмақ артықпын деп. Сосын ол жерде меню болады және су. Суды ақшалмайым, тегін теңшеп берем суды. Күнде 8 стакан суды қанша миллиграммнан ішу керек, достар? Сіздер телефон нөмірлеріңізді астына қосып тастайсыздар. Телефон номермен бой биіктікті мен сіздерге осылай есептеп шығарып берем. Ал енді достар, мұнан түсіндіңіздер ғой, түскі астан кейін ішілмейді, кешкі ас, таңғы ас. 15 минут қайнау керек. Қайнап болғаннан кейін бұл күміс сақина ішінде 10 минут тұру керек. Сосын алып тастаймыз. Күнделікті. Ал келесі күні біз қайтеміз, мұнан тұзбен жуамыз тағы да. Тұзбен жуамыз, көкөністерді тұз содамен жуамыз, егістік, бұда химикат бар. Сол үшін жуып тазалаймыз. Күнне 2 стакан ғана ішеміз, таңғы астан кейін, кешкі астан кейін. Достар, түсіндіңіздер ғой, Қандай керемет, қазір қан тамырыңды тазалайды деген дәрілер өте көп қой, оған қарағанда біздің ішкі ағзамыз дәріден көрі отбасыңызда керемет астағанды қалайды. Сіздер осыны түсініп алыңыздар. Ас адамның арқауы ауру астан дейді. Көп адам қайтеді, тамақты дұрыс ішпейді, суды дұрыс ішпейді, ішекте бүткіл қалған жабысқа қақ бүткіл не деген кезде, о жерде бүткіл мұсыр. Ішегімізді, асқазанымызда толып болған. Біз ауру болмай, кім ауру болады? Сол үшін сіздерге менің айтып түсіндіретінім, бұдан кейін меню бойынша таңғы ас, түскі ас, кешкі ас сол жерде. Ал енді қымыз, жазда шүбәт, ешкінің сүті, осыларды қолдануға болады, бірақ ешкінің сүтін біз тасқа пісіруіміз керек. Көптеген қолда емделіп жатқан рак аурулары бар, ешкінің сүтін миллиграмм бойынша бойының биіктігі салмағына қарай қара таспен пісірады. Міне, сіздер білесіздер ме? Жоқ. Ешкінің сүтін пісірсаңыз, оның көптеген қосылыстары жойылып кетеді. Бұны керемет болған қара таспен пісіріп ішу керек. Ал енді қымызды қалай ішеді, шүбәтті қалай ішеді? Біз қазақпыз ғой, өте керемет, біздің отбасымызда осындай керемет витамин дәрілер өте көп қой. Біз көбін түсініп тұрған жоқпыз оның. Жалпы айтқан кезде біз денсаулыққа деген таным төмен болып тұр да. Мұнаның қандай пайдалы екенін балдыр көктің көп адам түсіне бермейді, балдыр көктің. Ал енді бұны қандай адам қолданбайды? Тоқтап, қаны төмен, темір құрам аз адам бұны қолданбайды. Біліп алыңдар, қыздар. Группада айтасыңдар. Қаны төмен адам, темір құрам төмен адам мүлдем бұны ішпейді. Міне, көрдіңіздер ме? Білмеген өшет дейді. Ата-бабамыз айтып кеткен ғой, ашық, айдан анық айтып кеткен, білмеген өшет деп. Біз білмеу көп деген заттарды өшіп жүрміз. Қолдануды, дұрыс қолдануды білмейміз жалпы айтқан кезде. Сол үшін қаныңыз төмен ба, бұны қолданбайсыз. Қан толықтауға мен керемет болған ресеп айтам ертең, қан толықтауға. Қан аз адамдар ертең қан толықтау ресебін қолданасыздар. Мынау біздегі не? Қан тамыр тазалау. Бұл қаны төмен адамдарға қан тамыр тазалауға мүмкіндік бермейді екен. Даусын. Дауыс жоқ деп айтып жатыр, соған көріп жатырмыз. Шығып тұр ғой дауыс. Өздеріңіздің телефон, не кетті дейін? Бар дейді ғой, дауыс бар. Бар дейді, біреу жоқ дейді. Не бар? Өзіңіздің телефоныңызды екен. Жақсы. Енді достар, мен қайталап өтем, қазір даусым шықпай қалса, қаны төмен, темір құрам аз адам бұны қолданбайды. Рахмет. Бұл 3 сатты қолданбайды. Қаны төмен, темір құрам аз адам бұл 3 сатты қолдануға болмайды. Ертең қаны төмен адамдарға қан толықтау ресебін айтам мен. Бір айда 30 күнде қан толықтануға болады денедегі. Дәрі ішпей қан толықтануға болады. Сенесіздер ме? Ал енді достар, бұл қан тамыр тазалайды. Мен айтып өттім, қалғаның группада сіздердің жерге кірдіңіздер. Өте керемет ресеп